Қобда нева суларын сүйіп өскен. Кезінде ол Әлияны жас қыз ретінде, өзімде жаспын, ерлігін мақтанышпен орындасам, кейінгі кезде ана ретінде, ересек адам ретінде көзіме жас келеді. Сол Роза бүйтіп қатты отырған болу керек, менің тізем қайырлық бітті да, екеумізде шалқамыздан құладық. Я с ней в любую разведку пойду, потому что ты будешь точно знать, что за твоей спиной стоит она. Мен 3 рет депутаттыққа ұсынылдым. Сонда 3 ретінде де мен бас тарттым. Мені бөлек шығарудан ол сонда шешім қабылдады, мен емес кеткен. Қазақстанның еңбек ері ғой қазіргі үлкен атаға. Әрине ол жарасат, атақты дер кезінде алған жақсы. Еңбек ері бұл атақ сан түрлі салада мемлекеттің дамуына өлшеусіз үлес қосқан азаматтарға берілетін марапат. Ондағы мақсат өскелең ұрпаққа үлгі көрсету, отан сүйгіш, ел жанды патриот азаматтардың қалыптасуына бағыт-бағдар сілтеп бой түзер тұлғаларда паш ету болса керек. Шүкірдей елімізде еңбек ері атағына лайықты деп танылған ағапаларымыз, аңыз тұлғаларымыз аз емес. Олардың бәрі де ғибратты ғұмырын белгілі бір салаға арнап, сол істің хас шебер атанып, тұтас елдің өркендеуіне септігін тигізді. Бүгін біз сондай дара талант иесі, қазақтың алтын дауысы, халық әртісі, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты, еңбек ері, даладай кең диапазонның иесі Роза Рымбаева жайлы баяндаймыз. Көбінесе мен халықаралық деңгейлердегі үлкен фестиваль, конкурс, концерт, гастрольдерде Қазақстан мемлекетінің атынан шығып, Қазақстан деген кезде әрине үлкен бір өзіміздің мемлекетіміздің, ұлтымыздың атынан бір емтихан тапсыруға шығатындай болатынмын. Және де әлгі жарысқа қосылған бәйге сияқты әрқашанда жоғары деңгейде тек қана өзімде емес, әрине ең бірінші біздің ұлтымыздың мәдениетін, оның жанындағы біздің жанрымыз, эстрада жанрын сол ерекше бір деңгейде көрсетуге тырысатынмын. Ол үшін әрине үлкен дайындық керек, үлкен музыкалық талғам керек. Және де сол сенің талғамың, сенің таңдап алған бағдарламаң, сенің орындайтын шығармаң, ол кез келген деңгейде қандай фестиваль болмасын, шығармашылық деңгей жағынан жоғары тұру керек. Көрдіңіз бе? Ол мәселе міндетті түрде ағылшын тілінде, орыс тілінде емес, өз тіліңде, бірақ жоғары деңгейде. Деп өзім сондай үлкен бір мақсатпен шығатынмын. Қазақстанда бағы жанған қыз ғой, енді Қазақстанның халық әртісін алды 86 жылы. Қазақстанның бүкіл дүниежүзілік бәйгелердің бәрінде гран-при алып келген қыз. Одан кейін мемлекеттік сыйлықтың лауреаты болды. Қай мемлекетке барса да конкурстар, ол кезде конкурс болды. Сол Роза бірінші, я болмаса гран-приді біздің Роза келетін. Ал енді мінекей Қазақстанның еңбек ері ғой қазіргі үлкен атаға. Әрине ол жарасат, атақты дер кезінде алған жақсы. Мен ойлаймын, ол кісіге өте дер кезінде берілді атақ. Мен таң қалдым. Себебі менің өзімнің түсінігім бойынша жас кезімнен еңбек ері деген атақты өндірісте жүрген. Үлкен мұнай, құрылыс, егін шаруашылығы, шахтерлар. Осындай мамандықтар жаңағы өнім беріп жүрген мемлекетке. Ерлер, азаматтар көбінесе бізде алады ғой бұл атақты. Сондай менде түсінік болған. Сондықтан маған осындай атақ берді деген кезде мен шынымды айтсам қуанған жоқпын, мен таң қалдым. Роза Рымбаева шыққан кезде, қазақтың қызы шыққанда, Советтер одағы теңселіп кеткендей болды.
Розаның сол кездегі көркем дауысы, кереметтілігі, диапазоны қазақтың әніменен сол 15 республика болса, соның мойны қазақ халқына бұрылды. Я могу вспомнить, как мы ездили в Москву, уже Союз развалился, а ей в Москве на площади открывали «Звезду». Мы давали концерт. Я помню, как мы ездили на ее концерт в Санкт-Петербург. Там 4500 зрителей в зале, и столько же стояло на улице, потому что по ледам передавали прямой концерт. Известность Розы всенародная, и любовь к ней тоже всенародная. Кез келген қазақ білет, Роза Рымбаева дегенде оны жай ғана әнші деп атау мүмкін емес. Біріншіден мықты адам дейді бәрі, мықты әйел дейді. Содан кейін мықты әнші, мықты орындаушы дейді. Бірақ ең біріншісі менің ойымша эстрадамызда номері бірінші әнші, номері бірінші адам, номері бірінші қаһарман ол. Әрқашанда Роза Рымбаева болып қала береді. На знаменитой площади звезд, около концертного зала «Россия», где имена великих эстрадных исполнителей, сегодня зажглась новая звезда, народная артистка Казахстана Роза Рымбаева. Это звезда любви, мира и счастья. Роза, у меня в руках. Я с ней в любую разведку пойду, потому что ты будешь точно знать, что за твоей спиной стоит она. Возможно, она эти вещи не говорит, возможно, она кажется строгой, но ее эмпатия, ее сочувствие, ее как-то она знает и понимает простых людей, простых музыкантов, это не имеет сравнения. Мы, может быть, живя в нашей стране, не ценим этого и не понимаем, но когда бывало переезжаешь границу Казахстана и России, и таможенники России стоят, отдают ей честь, такая гордость за нее, за нашу страну, насколько ее знают. Сама героическая женщина, когда умер муж, еще мальчишка не родился маленький, и она выходила на концерт, извините, с животиком, и надо было отдать ей должное, что несмотря на смерть Тасхана, она вышла на сцену и пела, ничего не отменяла. Однажды у нее была операция, и у нее был сольный концерт, ее везут на каталке. Она поднимает голову и мне говорит: концерт не отменяй, если она сама себе не может помешать. И через 4 дня она перебинтованная вышла на сцену Дворца Республики, и никто не знал, что она после операции. Поэтому ей помешать, поверьте мне, невозможно, если она решила это сделать. Жақын достары көп деп айта алмаймын. Ол сондай адам ғой, негізі әр адам жас келген сайын мықты психолог болады ғой. Өйткені өмір бойы қаншама адаммен кездесіп, бірден оқи алады, кімнің қандай адам екендігін, және де барлығы біледі. Роза Рымбаева шынайы екендігін. Яғни ол тік мінезді адам. Кей кездерде тым қатты кетеді, бірақ шындықты әрқашанда айтатын және де ештеңеден қорықпайтын әйел екендігін. Сондықтан Роза Рымбаевамен дос болу біреулер үшін қорқынышты. Өйткені жақындап кеткеннен кейін ол әрине саған ауыр нәрселерді айтуы да мүмкін. Жақсы болсын деп, сондай ниетпен, жай ғана жамандау емес, түзету үшін. Ең бірінші орындаушы ретінде жоғары деңгейдегі сапалы шығарма көрсету ғой. Оны жоғары деңгейде орындау. Осы мақсатпен өмір сүріп жатырмын. Енді менің принципімді, енді 50 жыл сахнада жүрген адамның принципін енді өзгерту қиын деп ойлаймын. Ол туралы тіпті ойламаймын да принципті өзгерту. Ол өнер адамының өзінің жеке басындағы үлкен бір жауапкершілік, және де одан басқа жолмен ол жүре алмайды, өзім соны түсінім.
ол кісінің тәртібі, дисциплина дейміз ғой, ол мүлдем бөлек дүние. Ол кісі өзінің, мысалы, концертінің алдында 2 сағат бұрын келіп тұрады. Шаққа ұшардың алдында да тура солай. Ол кісі 2 сағат бұрын солай ерте жүретін адам. Дайындық болған кезде ол кісі ешқашанда дайындықтан қалмайды. Біз оқыған кезде, біз сахнаға шыққан кезде, біз талай көркем жаңағы кеңестен, солардың елеуінен өтіп, солар біздің бағдарламамызды міндетті түрде тыңдап, тексеріп, қай шығарма орындалады, қай шығармаға тыйым салынады. Және де сахнаға шығатын өнер адамдарының барлығының міндетті түрде кәсіби білімі болған. Барлығының көңілінен шығу ол мүмкін емес. Бірақ сен өзіңнің кәсіби маман ретінде өзіңнің принципіңді өзгертпей, сол сара жолменен жүріп отыру керек. Жалпы тынбай жұмыс істейді. Ешқандай да бір мен енді әжемін, мен енді зейнеткермін, менің жасым келді деп бас тартқан мен көрген емеспін. Кей кездерде ол көрсетпесе де, бірақ көзінен бірден көрем. Ұйықтамаған, 11 сағат бойы машинада келе жатқанын, аяғының ісіп кеткенін де мен байқаймын, мысалы, көрсеткісі келмесе де. Бірақ ол сондай адам, шаршаса да оны көрсетпей, бірден дайындыққа бара алатын, бірден концерт бере алатын, керек болса қатарынан 2 концерт бере алатын, сондай бір ерекше әнші, ерекше еңбекқор. Роза Қуанышқызымен мен 99 жылы, жасым небәрі 19-да болған кезде таныстым. Жас қанат байқауы, ол кісі Әділқазы мүшесі, мен қатысушымын. Сол финалда ән айтардың алдында ол кісі келіп, Роза Қуанышқызы келіп, өзінің көйлегін сыйлады. Осы көйлекпен қазір финалда ән айтып шығуым керексің деп. Менің жолымды берсін деген тілек сияқты болып қабылдадым мен оны. Біздің өзіміздің жаңағы курсты жұлдызды курс деп атайтын. Сондықтан сол Роза келген кезде біз қуанатынбыз, өйткені ол гастрольдік сапардан келеді, қалтасы қампиып келеді, ақшасы бар. Сол бізге келіп, неше түрлі балдарды жаңағы тамақ алып беріп, отырғызып, өзінің шай суын беріп беретін. Тіпті өзінің жаңағы стипендия алып жүргенде кейбір қыздар стипендия ала алмай қалса, өзінің сол жаңағы стипендиясын сол қыздарға беретін. Бывали такие случаи, когда, например, мы приезжаем куда-то на гастроли, ее хотят забрать в один отель, а команду в другой отель. Она говорила: нет, я с ними поеду. Она на равных, она очень сильно уважает труд музыкантов, она благодарный человек. Это очень много значит, это ее честность и благодарность. С ней не страшно. Әндер мен жылдар фестивалі болып жатқанда екеуміз, мен айттым, Роза, екеуміз айтайық осы әнді дуэтпен деп. Дуэтті жаздық, керемет, бәрі жақсы. Өзім қорқып тұрмын, мен халық толып тұр, қазір мынаны қалай бір жеткізуім керек, енді мен джентльмен ретінде бірінші шығам, сосын Роза шығады да, екеуміз қосылып айтамыз да, мен айналып келіп, бүйтіп отыра қалып, бүйтіп діземді бүгіп қалған кезде Роза келіп алдыма отыра қалады. Сол Роза бүйтіп қатты отырған болу керек, менің дізем қайырлық бітті да, екеумізде шалқамыздан құладық. Жағы кәдімгідей өтірік құлаған жоқ, шалқамыздан құладық. Ол да құлады, мен де құладым. Бір сонда халық деген ой бір қол шапалақтап тұрып, жағы қайта нағылады. Мен ойлаймын, бір әдемі актерше бір жақсы құлаған болу керек. Бір солы ойлады. Соны бір кісілер шыққаннан кейін айтады, мен ана жерін құлау жағын өте керемет жасадыңыздар. Бәрі оправданный болды, бір шынайы болды. Осындай болу керек қой, актерлер сахнада шынайы деп. На сцене концертного зала «Россия» в Москве играли песню «Нежность» Александры Николаевны Пахмутовой. И Пахмутова была за роялем, а я там был за пультом дирижерским. И потом Александра Николаевна выскакивает к ней и говорит: «Роза, я, говорит, никогда не знала, что эту песню можно петь так.
Роза там вложила очень много своего. Қазір не көп, әнші көп, аранжировка деген сиқырдың сиқына кіріп, шамалы дауыстың аяқ қолын үзілгенше созып жасанды интеллектілге ек артқан жасанды әншілер көбейіп барады. Бір-бірінен аумай қалған ұсқыны да ұқсас трендтері төркіндес микрофон ұстаған қауым қауғалап барады. Бұрын біз құйрықты жұлдыз деген теңеуді жарқ етіп шығып, өмірден ерте кеткен таланттарға қарата айтатынбыз. Қазір әлеуметтік желінің бетінде жұлдыз көп. Бірақ солардың денінің сағнадан табан тайып лезде жоқ боп жатады. Өйткені шын өнерді танып, таразылап, илей білетін тыңдарман қауым әлі бар. Ал Роза Рымбаева болса сол сахна төрінде жарты ғасырға жуық уақыт абырой биігін сақтап жүр. Уақыт өткен сайын оның тыңдармандары көбеймесе, кеміген емес, таланты жоқ адам шамасы жеткенше шабады. Шын талант иесі қалағанша шабат демей ме? Мен 3 рет депутаттыққа ұсынылдым. Сонда 3 ретінде де мен бас тарттым. Себебі мен политиканың адамы емеспін. Мен юрист, заңгер емеспін. Парламентте отырып, жаңа заң шығаратын. Менің негізгі политикам ол менің өнерім. Сондықтан рахмет деп мен 3 ретінде де бас тартқанмын. Мен алғашқысы болған соң қатаңдау мен ұстаған ата-анам. Тәрбие жағынан, дисциплина жағынан, оқуым болсын. Қазір зейінді алсақ, немересін ол мүлде басқа болып көрініп жүр бізге. Таза әже, таза өзінің немересіне шынымен де бір мінсіз адам ретінде көріп, жүрек қатты жұмсарып кетті сол жағынан. Немере дегеніңіз өміріңнің бір жаңа басқа бір жағынан бақытты, бір жағынан үлкен жауапкершілік кезең. Немерең арқылы өзіңнің кезінде ана болғаның, мына ұлыңның бүгін әке болып тұрған ұлыңның тура осындай болғанын, осылай емізгенің, оның жаңағы жайлықтарын жуғаның, оны суға түсіргенің барлығы есіңе түсіп, сол қайтадан сол кезеңге ораласың шынын айтқанда. Мысалы, немеремді суға түсіремін, массажын жасаймын, памперсін ауыстырамын, көтенайын жуам, жаңағы. Оны бір ерекше бір ләззатпен жасайсың. Әр күн сайын таңертеңнен бастап зейін тұрды ма деген бірінші сұрақ анамнан келеді. Өйткені ол ерте тұрады, зейін де ерте тұрады, кей кездерде 5-те тұрады, 6-та тұрады, және де біз кезектесіп онымен ойнаймыз. Мысалға, бүгін мен болсам, ертең Ақерке дегендей, енді әрине жұмысқа қарап, кестеге қарап, және де кім зейінмен ойнап жатыр, сол міндетті түрде жауап беру керек. Тұрды ма, тұрмады ма деп. Тұрды десек, 2 минуттан кейін есікті тоқылдап, кіріп, немересімен ойнап, таңғы асын бірге ішіп, содан кейін далаға шығып, содан кейін өз үйіне алып кетіп, кешкісін суға түсіріп дегенде жуындырып, әйтеуір сөйтіп өте белсенді тұрғыда зейіннің тәрбиесіне араласып жатыр. Жалпы мен осы Инстаграмда жоқ адаммын. Біреулер енді жүрген тұрған біреумен сәлемдескеніне дейін, кешке дейін салып, өзін ерекше ғып көрсеткісі келеді. Мысалы, күлкілі нәрсе, күлкілі дүние. Көрермен келіп тыңдап, өзінің бағасын беру керек. Басқа жерлерде, мен қай жерде тойда отырмын, мен қандай көйлек сатып алдым, менің сумкам қандай, неше мың $1000 деген ол әбден бір мәдениетсіздік деп санаймын. Мені бөлек шығарудан ол сонда шешім қабылдады, мен емес кеткен. Яғни осыдан бір 10 жылға таяп қалды, негізінде мен бөлек тұрғаныма. Ол маған айтты, сен бөлек шық, өзіңе жауап бер, өзің үйіңе қара, және де өзің қалаған кезде үйленесің, өзің қалаған адамға үйленесің, өзің қалауыңша отбасын құрып, мен ешқандай да араласпаймын деді. Өйткені әр үйдің сыры бөлек, менің үйімде мен бас әйел болайын дейді, сенің үйіңде сенікі болсын дейді. Өйткені кей кездерде сондай бір түспеушіліктер болғанын енді білеміз ғой барлығымызда. Бір ас үйге сыймай кеткен кезде мысалы. Бірақ менің анам оны алдын ала
жойып тастаған сияқты сол мүмкіндікті. Яғни ол оның ақылы, оның көзқарасы, пікірі және де тамаша. Шынымен де ене мен келін деген байланыс өте мықты бізде. Енді бала Роза ол ерке қыз болатын. Тұрмысқа шыққанмен де мен күйеуімнің еркесі болдым. Тұрмысқа шығып өзім ана болғанмен де мен ата-анамның еркесі болдым. Сахнаға шыққанда халықтың еркесі болдым. Еркесі болғанда енді халық менің әнімді өте үлкен құрметпен, қошеметпен қарсы алды сахнада. Ал ары қарай сен не көрсетесің, не айтасың көрерменге? Қандай әңгіме, қандай деңгейде сен өзіңнің өнеріңді көрсетесің, оны ары қарай халық біледі. Халық баға береді оған. Халықтың алдында өнері менен халықтың махаббатына ие болған әнші ол ешқашанда аты өшпейді. Жиып өскен Кезінде ол Әлияны жас қыз ретінде, өзім де жаспын, мақтанышпен, ерлігін мақтанышпен орындасам, кейінгі кезде ана ретінде, ересек адам ретінде көзіме жас келеді, себебі ол қыршын кеткен қыздың батырлығын, өмірін, тағдырын айтып тұрмын мен. Көрдіңіз бе? Сондықтан ересек адамның ойы ол мүлдем басқаша. Жас қыздың ойы ол мүлдем басқаша. Өзің есеюің керек, өзіңмен бірге әніңнің де мағынасы есею керек. 23 жыл бойы өсу жолы ғой. Өсу жолы, іздену жолы. Менің өнерде де өмірдегі ең бақытты кезеңдерім. Себебі қасымда менің қолбасшым болды, сүйікті жарым болды, дирижерім, композиторым, аранжировщигім болды. Былай айтқанда, орысша айтқанда, крепкий тыл дейді ғой. Өкінішке орай, енді екі балама тәрбие беріп үлгермеді, бірақ сол тасқын салып кеткен сара жолменен мен екі баламды өсірдім, жеткіздім. Бүгін мен бақытты анамын, әжемін. Енді сол балаларымның бақытын көрсем деген арман бар. Олар да екеуі де әкесінің жолын қуып, кәсіби музыкант, композитор, аранжировщик, және де менің бүгінгі музыкалық басқарушы, продюсерлерім сол екі балам. Жалпы мен, Мәди және анамыз өте тығыз жұмыс істеп жатырмыз. Яғни Мәди қазір кәсіби өңдеуші. Яғни ол бүкіл әндерінің өңдеуін енді 70-80% Мәди жасайды. Әрине менің жоспарым бойынша мен оның барлығын қадағалаймын. Ал мен композитор ретінде анама жаңа әндерін жазып жүрмін. Яғни соңғы шыққан 10-ға жуыққа солай мен де нақты білмеймін санын, бірақ соңғы жаңа әндерін мен өзім жазып жүрмін. Әрине оның барлығы анамның нақты бір тапсырысы бойынша. Давайте вспомним историю с Иманбеком. Все, кому не лень, написали кучу гадостей. Писали ей, писали Алишке, ее сыну. Хотя я, например, считаю, что вот Роза, моя личная точка зрения. Во-первых, она, может быть, не до конца владеет русским. Во-вторых, это вырвали из контента. И в-третьих, все, что она хотела сказать, она человек, который ценит образование. Я, насколько ее близко знаю, я понимаю. И она ведь действительно права, что одного успеха недостаточно. Что нужна база, нужно образование и нужный каждодневный труд. А наши паблики сделали из нее мем. И совершенно забыв о ее заслугах, совершенно забыв о ее работе, совершенно забыв о том вкладе, который она делает, о том воспитательном вкладе. Зайдите на любой детский конкурс. Зайдите на любой детский конкурс. Там половина песен – это Розины песни. Потому что дети учатся на этих песнях. Выбор песни, диапазон музыкальной песни.
Это все Роза является примером. Роза Рымбаеваның ұлы болу өте оңай емес, өте қиын. Бірақ мен басқа өмірді білмеймін. Роза Рымбаеваның ұлы болмай өмір сүріп көрген жоқпын. Сондықтан қаншалықты қалай болатынын мен білмеймін, бірақ тағдыр осындай. Бәлкім басқа саланы таңдау керек еді ма мен үшін. Онда бір салыстыру жоқ болатын еді, мысалы. Енді білмеймін, бір спортшы болсам немесе басқа бір жай ғана қарапайым адам, жұмыскер болсам, бәлкім сондай болмаушы еді деп ойлаймын. Бірақ таңдауымда өзімдікі болды ғой. Мені ешкім жетектеп апарған жоқ мектепке. Менің ата-анам жоспар бойынша мені математикалық мектепке бермекші болған негізінде. Осы бала дұрыс өмір сүрсінші, тұрақты, айлығымен, барлығы да жоспарланатындай дегендей, сондай өмірді маған қалаған. Мен өзім музыкант таңдадым. Өзім түбегейлі жоспардың барлығын құртып, айттым, жоқ, мен музыкант болам, пианист болам деп. Және де сол қалауым үшін, сол қадам үшін қазір жауап берудемін. Біздің ең бірінші мақсатымыз осы халқымызға өнер жағынан тәрбие беру. Баулу, жақсы, талғам, міндетті түрде талғамға үйрету. Сондықтан енді жай ғана бір үлкен бір шығармашылық кештерде қатысқанымда әртүрлі деңгейде шығармалар орындалып жатады. Қазіргі кезде не көп, әлгі неше түрлі формат көп. Мысалы, көрерменнің бәрінің талғамынан шығу ол мүмкін емес. Сондықтан өз принципіңмен, өзіңнің кәсіби көзқарасыңменен тек қана өзің салған жол менен жүру керек деп өзім ойлаймын. Роза Рымбаева бір сұхбатында мен сахнаға ешқашан дайындықсыз шықпаймын, ешқашан фонограммамен ән айтпаймын деген еді. Рас, ол тек жанды дауыста ғана өнер көрсетіп келеді. Бұл көрерменге, елге деген адалдық, құрметтің бір белгісі. Тағы бір тағылымды тұсы Роза Рымбаева педагог әрі профессор. Ол бұлақ көрсең көзін ашық қағидасын ұстанып, талай талантты толғынды тәрбиелеп келеді. Қазір шәкірттері үлкен сахнада өнер көрсетіп, халықаралық жарыстарда ел намысын қорғап жүр. Сахнада ұрпақтар сабақтастығы жалғасып, Роза Рымбаева сияқты үлкен мектептің үлгілі шәкірттері қазақ эстрадасында көптеп жүрсе екен дейміз.